мына арнайы келген топ қазір мына Түркістан қаласындағы барлық дәріханалардың ішіндегі арнайы бет аралап көруге мүмкіндік болмады, но біз қазір бір 4 аптеканың бақылап көрдік. Ішіндегі дәрі-дәрмектердің бағаларын өсімі бар ма жоқ па, біріншіден. Екінші, ол жерде мына қолжетімді қазір күнделікті пайдаланып жатқан дәрілердің барлығы бар ма жоқ па, соны анықтау. Дәрілердің, кейбір дәрілердің өздері санаулы. 13 түп, 23 түп сондай аз қалған. Яғни бұл дәрі-дәрмекпен әлі қамтамасыз ету толық мына Түркістан қаласында шешілді деп айтуға болмайды.